Ой, сіз маған үхлеме деген қиссаны айтып берем дедіңіз ғой. Жақсы, ендеше сендерге үхлеме деген қиссаны айтып берейін. Бір жігіт қарт шешесі екеуі бірге тұрады екен. Жігіт таңнан кешке дейін орманға барып, ағаш шауып, сол шапқан ағаштарын базарда сатып күн көреді. Жігіт күнде үйіне кешке келгенде анасы төсекте отырады, өйткені анасы аурушаң екен. Балам, сен шаршадың ба деп сұрайды. Жігіт қанша шаршап тұрса да, жоқ анашым, шаршамадым деп жауап береді. Анасы осы сөзге мәз болып, күш алып отыра береді екен. Бір күні жігіт әбден шаршап, кешке су болып, тоңып үйге келеді. Ол үйге кіреді дағы пештің алдына барып, деп тұрады. Анасы баласының шаршағанын байқайды. Содан түнімен жүрегі қысылып, балам шаршады ғой деп қиналып, анасы таң ата қайтыс болып кетеді. Жігіт қатты өкіріп жылайды. Мен ұқпедім-ау, анама шаршағанымды көрсеттім ғой, содан анам қайтыс болды деп өзін-өзі кінәлайды. Міне, содан бері қазақ халқында ата-анаңа, үлкен кісілерге ұхлеме, шаршағаныңды көрсетпе деген аңыз қалған екен. Түсіндіңдер ме? Иә. Ұнады ма сендерге? Иә. Ал ата-анамыздың көзінше не істеуге болмайды екен? Істеуге болмайды. Тамаша, шаршағанымызды көрсетеміз бе? Жоқ. Керемет.